Армысыздар, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз пирамидалардың құпиясы жайында сөз қозғайтын боламыз. Пирамида сөзі айтылысымен сананың түкпірінде Мысыр атауы қылаң береді. Өйткені біз білетін пирамидалар сол жақтан. Алайда әлемнің әр құрлығында да пирамиданың барын біреу білсе, біреу білмейді. Ғылым дамып, адамзат мұхиттарды бағындырып, өзге құрлықтарға табаны тимеген уақытта бір-бірінен ұқсас салынған мұндай тарихи жәдігерлер көп құпияны бүгуде. Археология өрістеп, ғалымдар тарихқа құныға бастаған кезден кешегі әлемді қатар тізгіндеген КСРО мен ақш-тың қырғи қабақ соғысы кезінде пирамиданың зерттелуі ең бірінші орында тұрды. Айтпақшы, әлемде қанға бояған үшінші рейхта бұл нысандарға қатты қызыққан көрінеді. Сонымен пирамидалар не сыр жасырды? Бүгінде жер шарында 2000-нан асып жығылатын пирамида бар. Соңғы кезде мәңгілік мұз құрсауындағы құрлықта да пирамида табылған. Бір қызығы, бұл пирамидалар бой көтерген тұста алып құрылыстарды жүргізуге техника болмаған. Доңғалақты ғылыми жаңалық деп жүрген шақта, яғни 4000 жыл бұрын бой көтерген Хеопс пирамидасы әлемдегі ең биік, ең көркем ғимарат. Оның биіктігі 146,6 метр. Жалпы салмағы 6,5 миллион тонна және 190 шаршы метр аймақты алып жатыр. Хеопстың негізі болған 4 бұрышты бөлшектердің салмағы әрқилы. 2,5 тоннадан бастап 400 тоннаға дейінгі салмақта. Осындай бөлшектің 2 миллионы құрылысқа жұмсалыпты. Әлгі бөлшектерді Гиза пирамидаларынан 1000 шақырым жерден таудан қашап әкелген. Жалпы Мысырда 100-ге жуық пирамида бар. Биіктігі жөнінен Хеопстан кейінгі орында Хефрена, биіктігі 143,6 метр. Айтпақшы, пирамидалар Мексикада да, Тибетте, Қытайда, Суданда, Боснияда, Англияда, Қырым мен Бермуд ұштағында, Корея мен Перуде, Жапония мен Ява аралдарында, Маврикия аралдары, Франция, Греция, Алжир, Камбоджа, Месопотамия, Непальда бар. Бір қызығы, бұл пирамидалардың салыну уақыты сәйкес келеді. Мексикадағы 3 бұрышты ғимараттар майя тайпасының туындысы. Оның ішінде Теотиуакан қаласында күн пирамидасы және ай пирамидасы ең танымалы. Қос алып ғимараттың биіктігі шамамен бірі 72 метр болса, екіншісі 69 метр. Олар 20 тонналық бөлшектерден құрастырылған. Сондай-ақ Юкатан түбегіндегі Чечен Итса қалашығындағы Кукульхан пирамидасы да туристердің арқасында танымал болып қалды. Тибеттегі пирамидалар аса ерекше құрылыммен салынған. Олар қасиетті Хайлас тауын қоршай орналасқан. Таулы аймақтардағы алып құрылыстарды 1999 жылы орыс ғалымдары тапқан. Бір қызығы, күннің шығуы мен батуы күннің пирамидалардың үстінде айналып тұрғандай әсер қалдырады. Сондай-ақ әлемнің басқа аймағындағы пирамидаларда ерекше бір құбылысқа негізделіп салынғанын ғалымдар айтып жүргенмен, нақты қандай құбылыс екен деп басып айтқан емес. Олар әлі құпия. Бізге құпиясын сәл болса да ашқан Мысыр пирамидалары. Өйткені бұл жақтағы зерттеулер мардымды жүрді. Мысыр танушылар өткен ғасырдың басында әлемнің 7-ші кереметінің сырына қанығу үшін барын салды. Төменгі Мысырдан Ғиза, Абу-Сир және Саккару арқылы Дашур алқабына дейін созылып жатқан пирамидаларды зерттеушілер алдымен перғауындардың моласындағы қазынаны табуға тырысты. Біле-білгенге, көне Мысырда билік перғауынның қолында болғанмен, сол перғауынның іс-қимылын жоспарлап, елдің саяси ахуалын ретке келтірушілер абыздар еді. Жазбаларға сенсек, перғауынның өзі билеуші болғанмен, абыздардың алдында иланады екен. Абыздарды арнайы мектеп даярлап, олар кейін билеушіге әмір ету деңгейіне дейін жеткен. Мысырлардың танымында аспан мен жерді Осирис пен Серапис Изида билеп тұрған.
Олардың танымында жер мен ғарыш тұтас тіршілік, бір-біріне байланысып жатқан құбылыс. Амон-Ра күн құдайы болса, Перғауын оның жердегі ұлы, жердің патшасы, ал абыздар ана мен баланы байланыстырып тұрушылар. Өйткені абыздарды ғарышпен байланыс жасауға бала күннен баулиды. Сол арқылы болашақ болжанады. Айтпақшы, болашақты болжау дегеннен шығады. Белгілі мысыртанушы Дэвидсон пирамида ішіндегі жазбаларды оқу нәтижесінде Екінші дүниежүзілік соғыстың боларын айтып кетіпті. Зерттеушінің күнделігінде абыздардың болашақты нақ болжайтыны жөнінде де жазба бар екен. Тіпті пирамидалардың орналасуының өзінде үлкен мән жатыр. Ол жұлдыздың және өзге де аспан денелерінің жердегі сұлбасында екен. Алайда шоқ жұлдыз Ғиза аймағында орналасқан меридиан сызығына сай келуі тиіс. Ғалымның пайымынша, Ғиза аймағындағы ескерткіштердің бәрі осы шоқ жұлдызға сәйкестендіріліп салынған. Ал әйгілі көріпкел Эдгар Кейси сфинкс пен пирамида біздің заманымызға дейінгі 10450 жылы салыныпты. Әлгі сфинкс Орион шоқжұлдызындағы белгілі нүктеге қаратыла орнатылған. Кейсидің жазбаларында сфинкстің оң жақ аяғында жерасты жол бары дәлелденген. Сол жерасты жолы адамзаттың құпиясын ашуға жәрдемдеседі екен. Кейін бұл құпия жол табылды. Сейсмикалық қондырғы арқылы ғалымдар арыстан денелі адамның оң аяғының астынан қуыс аймақты тапты. Ал біршама уақыт өткеннен кейін пирамидалар аймағындағы бір құдықтан әлгі жерасты жолының қақпасы да табылды. Құдықтың тереңдігі 32 метр екенін ескерсек, көптен бері қақпаның көзге көрінбеу себебі де белгілі. Бір қызығы, жерасты жолынан граниттен соғылған саркофаг шыққан, бірақ болашаққа жолдау капсуласында ешқандай жазба жоқ. Алайда ғалымдар базынасын айтып жатпады. Құпияны арши түсу үшін жан-жақты зерттеуге көшті. Нәтижесінде жерасты жолының қабырғасында жұмбақ суреттер табылды. Егер әлгі суреттердің жұмбағын шешу мүмкін болса, болашақтың бағдары белгілі болады деген сөз. Ал майя пирамидаларының құпиясы Мысыр пирамидаларынан кенде емес. Бір қызығы, Мексика ғажайыптарын 4000 жыл бұрын атланттар тұрғызды деген гипотеза бар. Шынында 20 тонналық кесектерді алып көтергіш құрылғы мен тасымалдаушы көлік болмаған шақта кім тұрғызуы мүмкін? Теотиукани атауын біздің жатық тілмен аударғанда құдайлар қаласы деген мағына береді. Мұндағы күн мен ай пирамидаларының арасын өлім жолы жалғап тұр. Майялықтардың нағыз математик болғанын оқып біліп жүрміз, бірақ шектен тыс арифметик, астроном болды дегеніне ешкім сене қоймас. Бірақ шындығы сол, олар күн жүйесі мен аспан денелеріне орай ғарыштық сағатты ойлап тапқан. Мұндағы уақыт пен жүйе біздің кәдуілгі сағатымыздан да тым нақты. Ғалымдардың бір тобы ежелгі жұрттың ғарышпен байланыс құралы болған дегенді айтса, ал бір тобы бұл тіптен адамзаттың салмаған ғимараты дегенді алға тартады. Кім білсін? Сіздермен болған әлем арнасы. Каналымыз ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.